Айтпақшы, каналға жазылмаған болсаң, бұрышында қоңыраушаны басып қой. бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара бариге жетеді. Короче, қазір гүлді алып жатырмын. Бірақ та мен қазір өз атымнан емес, басқа біреудің атынан поворот болып беретін боламын. Суық қой күн. Гүлді қазір мен өзімнің атымнан емес. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Өзім ана чүт біртүрлі болып тұрмын. Қазір бір сіздер күтпеген бір үлкен бір поворот болады. Шықтық, Азанмен ерте шықтық. Мына гүлді қазір үйіне жібереміз курьермен. Бірақ та ол гүл, айтшы, кімнің атынан? Кімнің атынан? Короче, қазір ол гүл менің атымнан емес. И сол жерде, короче, бір кипиш бастаймын. Дайынсыңдар ғой? Сен, получается, ебан идеясы кетіп қалды, типа. Басқа біреудің жіберіп, ұрсып. Болды. В общем, соңында бір күшті нәрсе болады. Ну что, ребята? Погнали. Қазір мына гүлді келді. Курьер ағамыз келді. Мынаның ішінде жаңағы жазылған хат тұр. Соны аға қазір кіріп Беспалева. Вот былай тұрсын. Үйінің адресіне кіресіз. И вот қазір еще на соткамен камера беріп қоямыз қолына. Ағаның қолында камера. Барлық видеоларды бастаймыз. Қызықтың бәрі енді бастаймыз. Болса да оңай ешкімді ойламай, басқаларға дәл өзіңдей қарамай, жіберу оңай ұмыту бірталай, мен сені мәңгі есте сақтаймын. Қанша күн өтсе де бар ойым тек сенде, оңай емес мұның бәрі. Сезімің өшсе де есіңнен өшірме, біздегі Сөз салу үшін бұндай қиынде ойлауым. Ой, Салғың келмей қалды. Әшін айта салған дұрыс сияқты, қызым бұш, надан етін. Қиналып кеттім. Андай ғой, короче, бәрі күшті болған дұрыс қой, кез келген кезде. Сөз салып отқан мынау. Біз қиналып кеттік қой. Все, кеттік. Здравствуйте. Яндекс.Курьер отправили к вам. Я не знаю, тарифы в этом просто. Жіберіп тұрмаған курьердан деген тапшы келді бағана. Қазір қараңдар. Молодец. Бірақ жазыш мақыл еді. Секірмедің үстіме шығып. Не қылдың? Досың бүйтіп жазбағанмен бірақ жазайшы. Не деп? Қалай? Так, короче, болыватқан чувствоның бәрін сезініп тұрмын ана жақта. Bir жағынан андай жаным да ашып тұр, естен бар. Ну что, дальше көреміз қазір. Прикинь деп гүлдің суретін жіберіп тұрмаған қазір. Қараңдар. Әне! Мәне моментально айтып тұрмаған гүлді и кімнен келгенін курьер бәрін жіберіп тұр міне. Так, енді менің кезегім. Қазір енді бір жақсылап тұрып мен бір кипишап айтетем плотно. Дайынсыңдар ғой, қазір қызық болады. Мені кешірші, мен өз қатемді түсіндім. Мүмкін бәрін басынан бастармыз. Есіңе бірден түскен шығармын, позвони дейді. Так, неде жазсақ болады? Түсінбедім. Андай ғой, короче. Өзің біліп тұрған нәрсені андай қылып жасаған. Bir жағынан жаным ашып тұрғандай. Өзін барынша ақтайтын сияқты. Көрейік ал. Жіберіп тұр маған курьерден. Так, бүгін бір погодада бір ерекше болып тұр. Но енді осындай жағдайға дейін апарады ғой енді. Звондап кішкене бүйтіп ұрсып, кішкене настроениесін түсіріп қойын. Алла. Түсіндірмейсің бе ештеңе? Не түсінбейсің енді сен мені? Сөйлей алмай Курьер келді. Микрофон үзіп қойын. Конечный записка вот. Мен сразу алысып, соны сразу саған жіберіп тұрмын ғой. Егер де өтірік айтатын болсам, жоқ, енді қара, енді жоқ, енді қара. Мысалы, менен бірінші білмейді, басқа біреуден бірінші білсеңді. Мен саған бірінші жіберіп тұрмын ғой. Не дейсің? Жоқ, просто мен айтып отқаным, сен есе білмейтін болсаң ол адамды. Қалай сен адресіңді, сен точно кім біледі сен адресіңді? Мен қайдан білем? Мен де жаңадан көрдім, мен мысалы бар ғой, соның бәрін көріп жатыр ғой енді. Инстаграмнан может біледі ғой, қай ЖК екен мысалы да. Мазы жоқ, әңгімең андай бірінен-кейін бірін секіріп жатқан білесің бе қазір? Инстаграм, не қатысы бар ғой Инстаграм бұл жерде? Сен маған сенбейсің енді?
Сөйлеме. Тихо. Короче, бүйтші, бәрін өзің дұрыстап ойлан. Қай жерде не істеу керек екенін, қандай жағдайда не істеу керек екенін. Мен нені ойланам, мына жерде мен вообще кінәлі емеспін ғой, неғып кете бересің сен? Жоқ. Сөйлеп жатқан жерін басташы. Микрофон тұр қазір. Вот. Короче, қарайсың өзің, мен ештеңе айтпаймын. Бәрін өзің. Өшіп тастадым, брат. Бас. Звондап жатыр ғой, звондап жатыр. Қара. Әкешімен сөйлесейін. Блин, фотосымен тұр ғой, фотосымен. Көрініп тұр ма? Аяғда басқасы жазылып тұрған. Қара. Ренжімеші бір жолға. Бұл оңай болған жоқ. Мен шыдаймайтын бұндайға. Неге? Я, ана ойлашы, чувство. Чо там? Берші мен сөйлесейін өзім айтам. Қара, мына нәрсені істесем енді ауыр болады енді. Көрініп тұр ма? Недавно басасын. Бля, қопалмын ғой. Басам. Қарандар. Тихо. Заблокировать. Өліп баратсың. О! Әне! Поддержкаң берсей. Это сделали. Нет, қазір көреміз енді. Енді бұл жерде. Малды. Блин, ал звоновать екен болды. Ал, соңғы шаг, мен дайынмын. Если бәріне до конца баратын болса, бәрі мен ойлағандай болса, онда ол қазір келеді. Короче, звондаған, бірақ та мен әлі былайғы блокқа тастаған жоқпын. Короче, андай группам бар, короче, осы жаққа жиналатын. Переслать, дыңк, адрес. Соңғы рет осы жерде күтем. 30 минутта кел. 30 минутта кел. Саған бәрін дәлелдейм. Енді андай болып тұр. Когда мен болған қазір айтып отқан кезде өзім андай оның состояниесін түсініп тұрмын да қазір қандай болып отқан. Но көреміз енді шынайы эмоция, шынайы уақыт, шынайы көптен күткен уақыт. Но мен сендермен біргемін. Все, погнали! Қанша уақыт қасымда бірге поддержка беріп жүрдің, кез келген қиындықта, кез келген жағдайда. Сөздің қысқасы, официально қызым боласың ба?
7 сотық жер қоштап ақын күшті Миллион просмотр бар ғой, короче. Бұл енді әрине міне бүгінгі кешіміз керемет өтті. Бүгінгі кешіміздің бұл соңы, бірақ бұл махаббаттың шегі жоқ ағайын.